Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдаушылар? Бүгін біз тәрбие психологиясы дәрісімізді ары қарай жалғастырамыз. Бүгінгі видеода біз тәрбиенің өлшемдері мен көрсеткіштері тақырыбын қарастыратын боламыз. Жалпы студенттердің тәрбиелік деңгейін анықтау тек алдын ала критерийлер мен көрсеткіштерді таңдау жағдайында ғана мүмкін болады. Бұл кезең ең маңызды кезеңдердің бірі болып саналады. Себебі дәл осы сатыда студенттерді тәрбиелеу үдерісінің нәтижелігі туралы негізделген пікірлер айтуға мүмкіндік беретін нақты сипаттамалар мен индикаторлар айқындалады. Критерийлер мен көрсеткіштердің мазмұны педагог шешетін мақсаттар мен міндеттердің жиынтығымен анықталады. Бұл жерде бізде тәрбиелік критерий дегеніміз ол тұлғаның әртүрлі қасиеттерін сипаттайтын теориялық тұрғыда әзірленген көрсеткіштер жүйесі. Олар атаулар шкаласы түрінде рәсімделеді. Егер қасиеттің көріну дәрежесіне баға берілсе, оны салыстыру жүргізіп, тәрбиелілік деңгейін сандық түрде есептеуге болады. Ал білім алушының тәрбиелілігі оның тұлғалық дамуының педагог қойған мақсатқа сәйкестік дәрежесі. Мақсат педагогикалық жетістік деңгейін анықтауға мүмкіндік беретін жалпы өлшем ретінде қарастырылады және нәтижені кәсіби бағалаудың негізгі критерийі болып табылады. Жалпы критерийлер мен көрсеткіштерді таңдауда келесі талаптар ескерілуі тиіс. Ең біріншісі ол критерийлердің тәрбиелеу мақсаттарымен байланысы. Бұл байланыс тәрбиелеу мақсаттарының тәрбиелік деңгейін бағалау критерийлеріне айналуы арқылы қамтамасыз етіледі. Мысалы, басты мақсат адамгершілік сананы, адамгершілік өзіндік сананы және мінез құлықтың адамгершілік мотивтерін дамыту болса, онда бұл мақсаттар сәйкес критерийге айналады. Адамгершілік ұстаным мен адамгершілік мінез құлық. Осыған ұқсас, тәрбиелеудің барлық мақсаттары өзіне сәйкес келетін критерийлерге ауыстырылады. Әрбір критерий белгілі бір мақсаттарға сәйкес студенттің объектілермен байланысы туралы ақпарат беретін көрсеткіштерден тұрады. Келесісі бізде критерийлер мен көрсеткіштердің педагогтарға, студенттерге және олардың ата-аналарына түсініктілігі. Содан соң адам этикасын бұзбайтын нақты сандық бағалау талаптары, онда сұрақтың сапалық жағы, яғни белгілі бір қатынастардың көріну жиілігі балдық жүйе арқылы тіркеледі. Содан соң әдіснаманың рефлексивтілігі, яғни ол сыртқы бағалауды өзін-өзі бағалаумен, яғни рефлексиямен ұштастыруға мүмкіндік беруі тиіс. Тек осындай жағдайда әдістеме өзін-өзі тәрбиелеуге ықпал етеді. Өйткені ол жеке тұлғаға өзін идеал үлгімен салыстыруға мүмкіндік береді. Содан соң тәрбиелеу нәтижелерін жүйелі бақылау, яғни тәрбиелілік деңгейін зерттеу жылына 2 рет жүргізіледі. Тек осындай тәсіл арқылы тәрбиелілік деңгейіндегі өзгерістер динамикасын көруге, үрдістерге уақытылы жауап беруге және тәрбиелік үдеріс мазмұнына түзетулер енгізуге болады. Студенттердің тәрбиелік деңгейі туралы ақпаратты тіркеу және сақтау. Бұл үшін әрбір студентке оқу мерзімі бойы жүргізілетін арнайы тәрбиелілік картасы әзірленуі мүмкін. Алынған ақпаратты оқу тәрбие процесінің нәтижелерін талдау және тәрбиелік жұмысты жоспарлау негіз ретінде пайдалану. Жоғарыда аталған талаптарға сүйене отырып, студенттің тәрбиелік деңгейін бағалау жүйесі әзірленеді. Бұл үшін критерийге сәйкес көрсеткіштер енгізіледі. Олардың көмегімен тәрбиелік деңгейін бағалауға және өзіндік бағалауға педагог, студент және ата-ана қатыса алады. Тәрбиелеудің барлық мақсаттары өзіне сәйкес келетін критерийлерге ауыстырылады. Әрбір критерий белгілі бір мақсаттарға сәйкес білім алушының объектілермен байланысы туралы ақпарат беретін көрсеткіштерден тұрады. Әдістеме сыртқы бағалауды өзін-өзі бағалаумен ұштастыруға мүмкіндік беруі тиіс. Осындай жағдайда әдістеме өзін-өзі тәрбиелеуге ықпал етеді. Өйткені ол жеке тұлғаға өзін идеал үлгімен салыстыруға мүмкіндік береді. Тәрбиелілік деңгейін зерттеу жылына 2 рет жүргізіледі. Осындай тәсіл арқылы тәрбиелілік деңгейіндегі өзгерістер динамикасын көруге, үрдістерге уақытылы жауап беруге және тәрбиелік үдеріс мазмұнына түзетулер енгізуге болады.
Педагогикалық қызметтің мақсаттық бағдарлары мен басқа да компоненттері ең алдымен білім алушының тұлғалық дамуына ықпал етуге бағытталғандықтан, негізгі критерийлер мен көрсеткіштер ретінде студенттердің тәрбиелілігі, тұлғаның негізгі әлеуеттерінің қалыптасу деңгейі, немесе олардың интеллектуалдық, эстетикалық және физикалық дамуы алынады. Алайда бұл ұсынымдар шеңберінде біз интеллектуалдық, эстетикалық және физикалық дамуға тоқталмаймыз. Тек мысал ретінде тәрбиелік қызметтің критерийлері мен көрсеткіштерін келтіреміз. Мысалы, критерий ол білім алушының адамгершілік дамуы, тұлғаның коммуникативтік әлеуетінің қалыптасуы. Ал көрсеткіш болса, ол тұлғалық және адамгершілік қасиеттерінің қалыптасуы, әлеуметтік белсенділік, қарым-қатынасқа бейімділік, коммуникативтік мәдениеттің қалыптасуы. Тәрбиелілік өлшемі бұл берілген критерийлерге сәйкестік дәрежесі. Ол белгілі көрсеткіштер арқылы бағаланады. Көрсеткіш бұл тікелей байқауға болатын қандай да бір қасиеттің, мінез-құлықтың немесе құбылыстың бар екендігін көрсететін нысан. Мұндай көрсеткіштерге педагогтың байқауына қолжетімді мынадай элементтер жатады. Ол сыртқы келбет, мимикалық және пластикалық бейне, сөйлеу мәдениеті, жеке мінез-құлық, таңдаулы іс-әрекет, әлеуметтік құбылыстарға реакциясы, айналасындағы адамдармен қарым-қатынас жүйесі, іс-әрекеттің сапасы және тұлғалық идеалдары. Алайда бұл көрсеткіштердің жиынтығы да кейде тәрбиелік деңгейін толық анықтауға жеткіліксіз болуы мүмкін. Мұндай жағдайда арнайы диагностикалық әдістемелер арқылы қосымша мәліметтер алынады. Бүгінгі дәрісіміз осымен аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Дәрісіміздің жалғасын келесі видеолардан тамашалай аласыздар.